Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаратылыстану 4-ші сынып, тақырыбымыз қара металл деген не? Бүгінгі сабақта сен қара металдарға не жататынын білесің, темір қалай қолданылатынын білесің, темірдің таралу аймақтарымен танысасың. Тірек сөздер: қара металл, шойын, болат. Балалар, суретте не көріп тұрсыздар? Бұл суреттегі кісі металлург кісі. Ал металлург дегеніміз кімдер? Металлургия табиғи шикізаттардан металдарды өнеркәсіптік жолмен өндіру әдістерімен айналысатын ғылым мен техниканың және өндірістің саласы. Оны қара және түсті металлургия деп бөледі. Қара металлургия темір және оның құймаларын өндірумен айналысады. Басқа металдардың бәрінің өндірісін түсті металлургия жатқызады. Ал олардың өздерін және құймаларын түсті металдар деп атайды. Балалар, осы металлургиямен айналысатын адамдарды металлургтер деп атаймыз. Балалар, теміртас қара металл алынатын шикізат. Болат пен шойын қара металлға жатады. Оларды ортақ атаумен темір деп атайды. Темірдің қасиеті, балалар, магнит суретіне қарап, темірдің қандай қасиеті көрсетілгенін анықтаңыздар. Дұрыс айтасыздар, балалар. Темірдің қасиеті тартылу. Балалар, оқулықтарыңызда Қазақстанның картасынан пайдалы қазбаларды қай аймақтарда бар екенін анықтаңыздар. Шартты белгісі міне. Балалар, әлемде темір қоры мол мемлекет Бразилия. Қазақстанда темір кені Соколов, Сарыбай, Қашар, Лисаков, Аят, Теміртау кен орындарынан өндіріледі. Білесіздер ме, балалар, темір тек жер қойнауында ғана кездеспейді екен. 1920 жылы Намибияда табылған метеорит әлемдегі ең үлкен таза темір болып есептеледі. Ол ежелгі замандардан жерге құлаған. Оның салмағы 66 тонна, көлемі 9 метр куб. Балалар, ұшқыш Михаил Сургатанов ұшу кезінде ұшақтың тұспақтарының тілі кенет ауытқығанын байқаған. Оның бақылауы негізінде қандай жаңалық ашылды деп ойлайсыздар? Иә, балалар. 1949 жылы Алтай геологиялық барлау экспедициясының ұшқышы Михаил Сургутанов Сарыбай шатқалының үстінен ұшып бара жатып, кенеттен компас тілінің бұрылғанын байқайды. 3 ай өткен соң оның магниттік ауытқуы байқаған жеріне геологтар мен географтар барып, ол жерде мол темір кенінің барын анықтады. Бүгінде қаланың құрылуына себеп болған компас тарихи өлкетану музейінің қорында. Жақсы оқушылар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де пікір қалдырып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.